тағамы, қазақтың ұлттық тағамы. Бұл деген наурыз деген 7 түрлі дейді, 9 түрлі ішіне дәм салынады. Жануарын, түйе несін тұтынамыз, үйде үнемі шұбат деген үйімізден арылмайды. Осы балалар не шұбат ішіп өскен, бауырсақты екінің бірі дайындайды. Бауырсақта ежелді, өзің қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ол шелек болады. Ежелде қыста деген соғым сойғаннан кейін жуанның жіңішкенің үзілетін шағына келіп тұрған мезгілі деп сол сүреттен әдейі дайындалған тағам, бірақ енді менде сүрет болған жоқ, ішінде майы бар, түйенің кәдімгі дұрыс етінен дайындалған. Біз бала кезімізде ойнадық, жастау кезімізде ақсүйек, сүйекті лақтырып, соны жан жаққа шашырап, сол сүйекті іздеп тауып әкелуді біздер ойнадық. Енді қазіргі балдарға негізі енді олар кішкентай, әлі мен өзім немере қыздарым бар, 5-6 оқитын. Соларға айтып отырамын, мен ақсүйек деген ойын болған, алтыбақан деген ойын болған. Жаңа қыз жігіттер, солар енді өздерін табысу үшін, бір-бірін білу үшін ақсүйек ойынын түнде лақтыра кеткенде, соны ойынның қыз жігіттер содан сырласып, сайға. Енді үйде өзі қазақтар нақыл бар ғой, қызға 40 үйден тыю деген. Сондай сол себепті жастарды жинап осылардың ойындардың бірі. Одан кейін ер азаматтарға жаңағыдай бәйге бар, қыз ойыны бар. Басқұр деген ағаш үйдің мына кереге мен уықтың ортасына істелетін зат міне. Басқұр деген. Оның басқұрдың ішінде ала теру басқұр, жаңағы не алды, мына өрнегі бар, бетіне шығып тұратын. Терулі басқұр, терулі басқұр. Иә, бұны бетіне шығарып тоқиды. Бұлай тіке бүйтіп бірдей болып тұратын басқырлар. Жақты бақамен көтереді. Көтерген кезде 5-6 адам анам ұстап қалады. Ана уықпен тіреп. Содан кейін барып жан жақтан уықты байлайды. Қыздың шешесі айнасы дейді. Сіз қалай жүрсеңіз, қыз бала дәл солай болуы. Мыналардың неге барлығын кигізем, өзім немерелерім киіп өскен бұны. 4 балам бар, 4 баланың барлығын мен өзім қолөнермен дәл осындай киімдермен өсіріп. Мына өзімнің жаңағы үлкен әжемнен қалған ұршық. Асындай дәуренсің, жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң дәуренсің.